Салам баршаңызға. YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше ашытқымен жасалатын баклаваның рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен бізге жылы сүт, ашытқы, одан кейін жұмыртқа жақсылап араластырып аламыз. Енді ертіп алған сары майды құямыз. Оның үстіне дайындап унелеуіштен елеп алған ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, жұп-жұмсақ қамыр болу керек. Достар, келе жатқан Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Көк мол болсын. Барлығыңызға жаңа жылда жаңа бақыт, барлығыңыздың отбасыңызға береке, молшылық тілеймін. Жұртымыз тыныш болсын. Енді міне осылай жұп-жұмсақ қамырды дайындап алдық. Бетін полиэтилен пакетпен жауып, жылы жерге орап қоямыз, қамырымыз көтерілгенше. Енді осындай арнайы майдалағыштың көмегімен дайындап алған жаңғақтарды майдалаймыз. Әрине бетіне қоюға да алып қаламыз. Соңында бетін әсемдеуге де керек болады жаңғақ. Міне осылай майдалап алдық. Енді оның үстіне өлшеп алған құмшекерімізді салып, құмшекерді онша көп салмаймыз, өйткені үстіне сироп құятын боламыз. Мен сиропты алдыңғы видеоларда қалай жасау керектігін көрсетіп кеткен болатынмын. Жаңғақты дайындап алдық. Енді қамырымыз да міне көтерілді. Оны дастарханның үстіне түсіріп, 10 бөлікке бөліп алатын боламыз. Егер сіздерде арнайы таразы бар болса, 100 грамнан барлығыны бөліп шықсаңыздар болады. Егер жоқ болса, көз мөлшерімен барлығын бірдей етіп, жуала жасап аласыздар. Көп қатпарлы болып, біздің баклавамыз ерекше болып, жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Балдарыңызға да ұнайды, мерекелік дастарханыңызға да ерекше болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйдегі бар заттан дайындалатын өте қарапайым, оңай рецептер арнасы, менің арнам. Қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Енді осылай жұп-жұқа етіп, астындағы сызықтар көрінгенше осылайша жұқа етіп жайып алатын боламыз. Жайып болған соң осылай оқтауға орап, дайындап алған листтің үстіне осылай төсеп аламыз. Әрине бірінші қамырымызда қиын болады, кейінгілерінде оңай. Осылай қамырымызды жақсылап жайып алып, үй температурасында еріп тұрған сары майымызды осылай жағып шығамыз. Барлық қамырларды осылай жасап кете береміз. Осылай біріншісінде қиындау болады, кейінгілері оңай болады. Енді мен дайындап алған жаңғақты әр қамырдың үстіне
Үлкен қасықта 3 қасықтан салдым. Сол кезде барлық зуалаға жетті менде. Барлық қамырдың үстіне жетті. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Міне ең соңғы қамырымыздың үстіне де салдық. Енді 10-шы зуаланы осылай бетіне жабамыз. Бетіне жауып алған соң осылай кесіп шығамыз. Осылай әдемі етіп, қалағанымызша узормен гүлдеп кесіп аламыз. Енді жұмыртқаның сарысын бетіне жағамыз. Жақсылап барлық жеріне тигізіп жағып шығатын боламыз. Енді бетіне дайындап алып қойған жаңғақтарымызды қойып шығамыз. Әр кесіп алған қамырымыздың үстінен қызып тұрған печкада осылай қызарып шыққанша пісіріп аламыз. Асты да беті де күшті болып пісіп шығады, қып-қызыл болып ісіп. Енді оның үстіне ыстық кезінде сиропты барлық жеріне тигізіп үстінен құйып аламыз. Кесіп дастарханға тартамыз. Міндетті түрде отбасыңызға жасап беріңіздер. Видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, алғысым шексіз, ас болсын.